Сәлем, Думан. Кеше жаңалықтан бір қызық әрі маңызды ақпарат естідім. Саған айтқым келіп тұр. Сәлем, Үміт. Әрине. Жүр кабинетке барып сөйлесейік. Думан, кеше жаңалықтарда ауылдағы ауаның қатты ластанғаны туралы естідім. Біздің ауылда шаң мен тозаң ашық жатқан карьерлерден көтеріледі, және бейнеу сызықты компрессорлық станциясы ауаға жиналған артық газды шығарып жібереді. Мен ауылымның экологиялық жағдайына қатты алаңдаймын. Үміт, бұл деген үлкен проблема ғой. Олар ауаға улы газдар шығарады. Ашық жатқан тас карьерінен көтерілген шаң қас қағым сәтте ауылды басып қалады. Бұл адамның тыныс алу жүйесіне өте зиян ғой. Сәлематсыздар ма, оқушылар? Қандай тақырыпта ой қозғап отырсыңдар? Болашақтағы энергияны ойлап отырмыз. Жарайсыңдар, оқушылар. Қазіргі таңда жаңартылатын энергия көздері дамып жатыр. Күн, жел және су энергетикасы әрі таза, әрі қауіпсіз. Энергияны тиімді пайдалану әрқайсымыздың ортақ міндетіміз. Келесі аптада зертханаға экскурсия жасайтын боламыз. Жел күшейіп барады. Ертең осында кездесеміз ғой. Ертең тезірек болса екен. Көңілді болыңдар, балалар. Қайырлы таң, оқушылар. Сәлеметсіз бе, апай? Бүгін зертханаға барамыз ба? Балалар, қазір автобуспен кешегі айтқан зертханаға барамыз. Қош келдіңдер, балалар. Міне, болашақтың энергиясы таза, табиғи және қауіпсіз. Бұл жерден сендер күн сәулесі мен желдің қалай электрге айналатынын көресіңдер. Ал мына робот не істейді? Ол өндіріс процесін бақылап, деректерді жинайды. Керемет! Мен де осындай экологиялық жобамен айналысқым келеді. Жақсы идея, қуаныштымын. Робот энерго, күн мен жел энергиясы қалай жұмыс істейді? Күн энергиясы күн сәулесінен алынады. Арнайы күн панельдері сол сәулелерді жинап электрге айналдырады. Ал жел энергиясын айналып тұрған жел турбиналары өндіреді. Балалар, енді табиғат аясында серуендеп қайтайық. Жарайды, ыстас! Сәлем, балалар. Мен табиғат ана. Сендердің таза ойларың мені қуантты. Сіз расында табиғат анасыз ба? Мен табиғатты қорғаймын. Ауа мен судың ластануы маған ауыр тиеді. Біз көмектескіміз келеді. Ол үшін энергияны үнемдеу керек. Яғни қалдықтарды азайтып, ағаштар егіп, табиғатты аялаймыз. Жарайсыңдар. Болашақта энергия тек таза, қауіпсіз және үнемді болуы керек. Міне, балалар, болашақты осылай елестетеміз. Сендер сол болашақтың дәнін егетін ұрпақсыңдар. Бүгінгі экскурсиямыз қызықты болды. Бүгінгі экскурсия сіздерге қызық болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше. Біз үйренгеннің бәрін іске асырып, табиғатты сақтауға үлес қосамыз. Дәл солай, оқушылар. Болашақтың энергиясы таза ой, таза жүрек және білімде. Сау болыңыз. Сау болыңыз, апай. Көріскенше сау болыңдар.